Сәлеметсіз бе? Бүгінгі эссенің тақырыбы қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері. Бұл халқымыздың мыңжылдық рухани саяси тарихының ең маңызды кезеңдерінің бірі болды. Жалпы қазақ мемлекеттілігі ол тек саяси құрылым ғана емес, ол ұрпақтан ұрпаққа берілетін идеологиялық ел болу идеясы және тәуелсіздік пен әділдік, бірліктің арқауы болып табылады. Жалпы біздің мемлекетіміздің тарихы тереңде жатыр, яғни қазақ ұлты бірден қазақ болып құрыла қойған жоқ, ол өзіндік кезеңдерден өткен болатын. Осылайша қазақ мемлекеттілігінің тарихы, яғни ол бұл үзілмеген алтын арқау, бұл ұлт рухының тарихи мыңжылдық шежіресі. Жалпы біздің қазақ мемлекеттілігінің түп тамыры көптеген тарих қойнауында жатыр. Яғни біздің бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміз бір күнде тәуелсіздік алмады. Яғни ол ұлы даланың қойнауында қалыптасқан мемлекеттік дәстүрінің заңды жалғасы бізде сақтар дәуірінен бастау алады. Яғни қазақ мемлекеттілігінің алғашқы нышандары осы сақ тайпаларынан бастау алған болатын. Олар қазіргі Қазақстан жерін толық мекендеген, яғни Жетісу жерінде өмір сүрген. Жалпы олар жоғары әскери ұйымдасқан және ел билеушілері, заңдары бір ірі қауымдастықтардан тұрған. Сақтар тарихта өз еркіндігі үшін, ерлігі үшін күрескен халық ретінде танылған болатын. Солардың ішінде олардың патшайымы Томирис патшайым, ол тарихта оның есімі ерекше аталады. Яғни ол парсы патшасы Кирдің басқыншылығына қарсы соғысқа аттанып жеңген болатын. Яғни сақтардың беделі осы Томирис патшайымның арқасында көтерілген болатын. Сақтардың мемлекеттік құрылымында патша рулық билігі жүйесі қалыптасқан. Яғни олар ру көсемдеріне бағынып, ал кейін жоғары билік патша рулық жүйесі қалыптасты. Әрбір ру өз көсеміне бағынды. Кейін барлығы бір патшайымға, яғни жоғары билік патшайымға қарады. Ал осы сақтардың өзіндік бір археологиялық жетістіктерінің бірі Есік қорғанынан табылған алтын адам. Ол сақ массагеттерінің тайпасынан шыққан алтын адам табылды. Ол біздің археологиялық жәдігер ғана емес, қазақ мемлекеттілігінің символдық бастауы және тәуелсіздік пен елдің рухтың алғашқы бір бейнесі болған болатын. Кейін ғұн империясы, ол біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда, біздің заманымызға дейін 5-ші ғасыр аралығында өмір сүрді. Ол сақтардан кейінгі Еуразия тарихындағы алғашқы ірі империялардың бірі болды. Олардың көсемі Мөде қаған болатын, және ол әртүрлі тайпаларды бір билікке, яғни бір жүйеге орталықтандырылған бір мемлекет құрған болатын. Оның осы билік жүйесі кейін түрік қағанаты мен қазақ хандығында өз жалғасын тапқан болатын. Кейін Үйсін және Қаңлы мемлекеттері, олар біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда және біздің заманымызға дейін 5-ші ғасыр аралығында өмір сүрді. Кейін ғұндардан кейін осы қазақ жерінде Үйсін мен Қаңлылар мемлекеттері өмір сүрді. Олар орталық және оңтүстік Қазақстан аралығын қамтыды. Үйсін мемлекеті Жетісу аймағында құрылып, астанасы Чигучен, яғни Қызыл Аңғар қаласы болды. Ал Қаңлы мемлекеті Сырдарияның орта ағысында орналасып, олардың астанасы Битян болды. Жалпы қаңлылар жоғары ұйымдасқан мемлекет болды және өз жазуы мен құқықтық нормалары бар, өзіндік ел ішіндегі тәртіпті қалыптастыра алған тайпалардың бірі болды. Кейін бізде түркі дәуірі, яғни түркі дәуірі бастау алады. Түрік қағанаты бізде жалпы түріктер туралы 542 жылдан бастап деректер жазыла бастаған. Кейін 552 жылы Бун қаған жужандардың тепкісіне шыдамай өзінің түрік қағанатын құрған болатын. Яғни 6-шы ғасырда орталық Азия мен Қазақстан жерінде осы жаңа қуатты мемлекет түрік қағанаты құрылды. Қағанаттың негізін қалаған Бумын қаған, кейін Иштемир қаған түрік қағанатының территориясын күшейткен қағандардың бірі болады. Осы түркі дәуірінің ең
түркі дәуірінің ең асыл мұрасы Орхон-Енисей жазбалары болып табылады. Орхон-Енисей жазбалары, оның ішінде Күлтегін, Білге қағандар, Тоныкөк ескерткіштері айтылады. Кейін түркі қағанаты өзіндік ішкі алауыздықтардың әсерінен екіге бөлініп кетеді: шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты. Жалпы осы біздің түрік қағанаты ыдырағаннан кейін Қазақстан жерінде бірнеше жаңа мемлекеттер пайда болған болатын. Қарлұқ мемлекеті, Түргеш мемлекеті 756 жылға дейін өмір сүрген. Түргеш мемлекетінің жалпы өзі екіге бөлінді: сары түргештер және қара түргештер деп. Ол жаңағы түр әлпеті бойынша емес, орналасқан орны бойынша бөлінген болатын, яғни шу түргештері және іле түргештері деп. Жалпы түргеш қағанатының беделі қағаны Сұлу қаған болатын. Сұлу қағанды араб ылнамаларында Сүзеген қаған деп немесе Абу Музахим қаған деп атаған болатын. Кейін осы түргеш қағанаттың кезінде 751 жылы Атлық қаласында, Тараз маңындағы Атлық қаласында Атлық шайқасы болды. 5 күнге созылған. Соның нәтижесінде арабтар жеңіске жетіп, ислам тараған болатын. Кейін Қарлұқ мемлекеті 756-940 жылдары, яғни бұл түргеш қағанатының мұрагері болды. Қарлұқтар алғаш рет билік жүйесін жергілікті тайпалардан үйлестіріп, біртұтас аймақтық басқару үлесін қалыптастырған болатын. Қимақ қағанаты ол батыс және солтүстік Қазақстанды қамтыды. Жалпы қимақтардың орталығы Имақия қаласы болды, және оларды жергілікті билеушілердің кеңесі арқылы ел ішіндегі бір ел істері шешіліп отырды. Кейін Оғыз мемлекеті 9-10 ғасыр аралығында өмір сүрген болатын. Олар Сырдария бойында Янкигент деген қалада, Янкигент қаласында мекендеді, және Оғыздар түркі халықтарының бірігуіне зор үлес қосқан болатын. Осы Оғыздардың билеушісі Оғыз хан, ал осы Оғыздардың өзіндік бір дерек көздері Оғызнама, яғни Оғыз дәуірінде өзіндік ақпараттары болған. Оғыз дәуірінде әскери құрылым жетілдіріп, мемлекетті басқарудың құқықтық жүйесі дамыған болатын. Ал Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары құрылды, яғни оның негізін Сатық Бұғрахан қалады. Орталық Азия мен оңтүстік Қазақстандағы жерлерді қамтыды. Олар ислам дінін, Сатық Бұғрахан ислам дінін қабылдайды, ал кейін 960 жылы оның баласы Мұса хан исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдаған болатын. Ол елдің рухани және мәдени дамуына бір жаңа серпін берді деуге болады. Қыпшақ хандығына келетін болсақ, ол Қыпшақ хандығы 11 ғасырдан бастау алады. 11 ғасырдан бастап жалпы Қазақстанның негізгі бөлігін Қыпшақ хандығы қалады. Қыпшақ хандығын бізде Дешті Қыпшақ қаласы деп те атайды. Қыпшақтар ертістен бастап батыстан Дунайға дейін созылған. Осы Қыпшақтардың оң қанат және сол қанатқа бөлінді. Оң қанатында орталықтары Сарайшық, сол қанатында орталықтары Сығанақ болды. Жалпы Қыпшақ мемлекетінде өзіндік әскери жүйесі дамыған болатын, және орталықтандырылған билік пен рулық басқару жүйесі де қатар дамыды. Олардың тілі қазіргі қазақ тілінің негізін құраған Қыпшақ тілінде болды. Яғни осы Қыпшақ дәуірі бізде қазақ халқының мәдени этникалық тұтастығының қалыптасу кезеңі болып табылады. Жалпы бізде осы Қыпшақ хандығынан кейінгі бізде Қазақ хандығының жалпы құрылуының алдындағы тағы бір мемлекеттер бізде Алтын Орда, Ақ Орда, Моғолстан және Әбілқайыр хандығы. Алтын Орда жалпы 13-15 ғасыр аралығын қамтиды. Ол Шыңғыс ханның баласы Жошы ханның ұрпақтарының құрған мемлекеті. Астанасы Сарай-Бату, кейін Сарай-Берке болады. Ол Еуразия кеңістігіндегі ең ірі империялардың бірі болды. Алтын Орда кезінде ұлы далада ислам діні нығайып, түркі тілі және мәдениет күшейген болатын. Бірақ 14 ғасырдың аяғында ішкі тартыстар мен алауыздық күшейіп, мемлекет әлсіреп, ыдырауға алып келді.
ал алтын орданың шығыс бөлігінде құрылған мемлекет ақ орда болатын. Ақ орда ол орда еженнің ұрпақтары. Ақ орданың хандары дербес саясат жүргізіп қазақ жерін біріктіруде тырысқан болатын. Олар өз билігін күшейту арқылы ұлттың сана сезімін жоғарылатып, ұлттық мемлекеттің негізін қалады. Ал Моғолстан мемлекеті 14-16 ғасыр аралығында оны Жетісу мен Шығыс Түркістан жерінде қамтыды. Оның негізін қалаған Тоғылық темір болатын. Яғни дулат әмірлерінің ұрпағы Тоғылық темір осы Моғолстан мемлекетінің негізін қалап, бұл мемлекет кейін Қазақ хандығының құрылуына территориялық және саяси негізі болған болатын. Ал Әбілқайыр хандығы 1428-1468 жылдар аралығында өмір сүрді. Әбілқайыр хандығын көшпелі өзбектер мемлекеті деп те атайды. Оның негізін Әбілқайыр хан құрған. Ал кейін ол өзінің жаңағы ішкі саясаттағы тұрақсыздығы және ойраттардан жеңілгеннен кейін әділетсіз салық соғыстардың әсерінен халықтың наразылығы күшейіп, Әбілқайыр ел алдында абыройын жоғалта бастайды. Кейін осы кезде оны Керей мен Жәнібек осы кезде пайдаланып, өздері Әбілқайыр хандығынан бөлініп шығып, Қазақ хандығын құруға шешім қабылдайды. 1465-66 жылдар аралығында Есенбұғаға барып, Моғолстан ханы, яғни Есенбұға оларға жер береді. Шу мен Талас арасында Қозыбасы деген жерден жер беріп, олардың Қазақ хандығының алғашқы іргетасы қаланған болатын. Кейін бізде осы Қазақ хандығынан кейінгі бізде осы тәуелсіздік, Қазақ хандығының тәуелсіз жолындағы тағы бір жасаған жақсы бір жоспары ол Алаш автономиясы болып табылады. Яғни Алаш автономиясы бізде Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған, ұлт зиялылары бастаған Алаш зиялылары құрды. Алаш қозғалысы осы кезде Орынбор съезінде 1917 жылы Алаш автономиясы жарияланып, Алашорда үкіметі құрылған болатын. Өкінішке орай азамат соғысы, большевиктер мен осы сол кездегі соғыстардың әсерінен бұл автономияда сақталып қала алмады. Кейін Қазақ АКСР жалпы 1920 жылы 26 тамызда бүкілресейлік одақтық атқару комитеті Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы декретке қол қойды. Бұл осы біздің тәуелсіздік жолындағы өзіндік бір қадамдардың бірі болды. 1925 жылы республикаға қазақ атауы, яғни қазақ есімі қайтарылған болатын. Ал кейін 1936 жылы Қазақ АКСР одақтас республикасы Қазақ КСР-ге ауыстырылды. Жалпы осы біздің Қазақ КСР-ның астанасы Қызылорда қаласына көшірілді. Кейін 1929 жылы Алматы Астанаға айналды. Осы Қазақ АКСР кезеңінде маңызды саяси әлеуметтік реформалар жүргізді. Ал кейін бұл кезеңде ауыр сынақтарға тап болған болады. 1928 жылы байларды тәркілеу, 1931-33 жылдар аралығында ашаршылық, ал 37-38 жылдар аралығында саяси қуғын-сүргін болатын. Жалпы кейін осы кезеңде қазақ интеллигенциясы мен жастар қозғалысы ұлттық рухты қайта оятты. Яғни осы Алаш автономиясы ұлттық сананың оянуы болса, Қазақ АКСР мемлекеттік автономияның қалпына келуі, ал Қазақ КСР халықаралық деңгейде мойындалған кеңестік үлгідегі республикалық құрылым болды. Ал кейін осы КСР-ның ыдырауына келетін болсақ, бізде ол КСР 1980 жылдардың аралығында әскери жалпы демократиялық дағдарысқа ұшырады. Және сол дағдарыстың әсерінен көптеген мемлекеттер наразы болып, өзінің егемендігін алғысы келді. Ал 1986 жылы желтоқсан көтерілісі болды. Яғни біздің қазақтар үшін өте үлкен қасіретті көтеріліс, желтоқсан көтерілісі. Ол КСР көлеміндегі ең алғашқы ұлттық демократиялық көтерілістердің бірі болды. Кейін 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Жалпы бұл құжат бізді тәуелсіздікке апарар жолдардың бір басты алғашқы заңдық қаулысы болды. Ал кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда
Қазақстан өзінің тәуелсіздігі жариялады, яғни егеменді ел болды. Осылайша мыңжылдық арман орындалып, бабалар аңсаған азаттық келді. Кейін тәуелсіз Қазақстан, яғни мәңгілік ел дәстүрінің жалғасы. Қазақ халқы тәуелсіздік алды. Тәуелсіздік алғаннан кейін елде жаңа конституция қабылданды. Ұлттық рәміздер ту, елтаңба, әнұран бекітілді. 1990 жылы ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді. Сонымен қатар Қазақстан халықаралық аренада беделді мемлекетке айналып, Біріккен ұлттар ұйымы, ТМД деген секілді ұйымдарға мүше болған болатын. Және тәуелсіздік жылдарында ел өзінің экономикалық, мәдени және рухани даму жолын қалыптастырды. Тұрақтылық пен татулық қазақ мемлекеттілігінің басты құндылығы ретінде сақталған болатын. Жалпы қазақ мемлекеттілігінің дәстүрі ол халықтың рухани бір кезеңін айқындайтын, сонымен қатар тарихи жады мен болмысының негізі болып табылады. Осы сақ пен ғұндардан басталған елдік идея түркі дәуірінде нығайып, қазақ хандығының тұсында ұлттық сипатқа ие болды. Алаш қозғалысы мен кеңестік кезең мемлекеттіліктің рухын сақтап, тәуелсіз Қазақстанға жол ашты. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан осы дәстүрлердің заңды мұрагері болып табылады. Қазақ елі бабалар аманатының мұрагері, ұлттың ар-намысын сақтаған мемлекет. Жалпы қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері тарих парақтарында ғана емес, бүгінгі ұрпақтың жүрегінде де өмір сүріп келеді деуге болады.